Эверест жобасының бірінші қабатын бітіп плиталарды жауып. Бұл жерде плита шығарудың өзінің бір әдістері бар. Жалпы құрылыста қолданылатын плитаның үш түрі бар. Ол дайын опалубкілер болады. Круглый формада и грушеобразный. Біз не үшін бұл жерге плита перекрытие жаптық? Ойы алдағы уақытта өзгеріп, мынаның үстін толыққанда терраса қолданамыз деген сияқты жоспарлар өзгеріп жатса, лист тастадық, және де 18-лік арматурамен бетонға усиление бердік, былайша айтқан кезде сварка жасап. Сосын бізде үшінші типі бар, ол монолитный болады. Основной нагрузканы ұстайды. Екінші этажы уже декоративный болып кетеді. Кровляны ашады да, мынаның үстіне кішігірім аз-маз шығын шығарып, полноценный террасаға қолданып кетсе болады. Ассалаумағалейкум. Біздің Эверест жобамыздың бірінші қабатын бітіп қазір. Бірінші қабатының жабыны, яғни плита перекрытияларымызды қойып, осы жердегі дейінгі жасалған жұмыстармен дәл қазіргі жасалып болған жұмыстарды таныстырып өтейік, Раке. Біз қазір плита перекрытияны монтаж жасап біттік. Бізде бірінші қабаттың үстіне 30 плита кетті. Бұл жердегі плиталардың размерлері бізде 490, 5-10 және 5-30. Бізде пролетқа байланысты. Неге 5-10, неге 490? Бұл жерде негізі біздегі норматив бойынша 12 сантиметр плита несущий стенаға міну керек болады. Бізде кішкене запас бар, кейбір жерлерде 13-14 деген сияқты. Сол, яғни біздегі пролет егер мысалға 48, 4-80 болатын болса, яғни 51, получается, примерно 14-15 сантиметр екі жағынан ілініп жатыр. Кемі 12 ілініп. Кемі. Және еніне келетін болсақ, плитаның біздегі, бұл жердегі основной плиталар 1,20 мен метровый плиталар кетті. Сонымен біз полный бірінші этаждың үстін қазір жауып шықтық. Негізі көбінесе қолданылатын бізде метровый, яғни 1 метрлік и 1,20. 1,5-дық ол жиі қолданылады. Ол плиталар сирек қолданылады, себебі ол көбінесе шығарылмайды. Ол 1,5-дық плиталарды основном бұл жерде плита шығарудың өзінің бір әдістері бар. Мысалға, мынау енді бізде халықтың арасында советский методпен шығарылып жатқан деп айтылады. Советский методпен шығарылып жатқан. Бұл жерде арматура тасталады, үстіне сетка тасталады. Ал жаңағыдегі 1,5-дық плиталар основном стендовый методпен құйылады. Европлита ма? Европлиталар, халықтың арасында европлита деп айтады оны. Стендовый методпен біздегі советскийдің айырмашылығы, стендовый методте ол жерде бір цехта примерно 140-150 метр пролет болады. Яғни ол жерге ұзыннан ұзақ плитаны целый құйып шығады, және де өзіне керекті размерлерге бөлек қылып кесіп ала береді. Заказбен кесіп ала береді. Жалпы кез келген осындай помещениелердің үстінде жаңа горизонтальный осылай плиталар жатады, ол біздің үстіндегі вертикальный түсетін нагрузкамызды равномерно екі жақтағы тұрған несущий стенаға распределять ету үшін қолданылады. Жалпы құрылыста қолданылатын плитаның үш түрі бар. Основной енді біздің өзіміздің қазір құрылыстардың көбінесе қолданылатыны ол пустотный. Пустотныйдың мына жерден жайлап түсірсең көрінеді, пустотныйдың екі түрі болады. Осындай круглый формада и грушеобразный, алмұрттың формасында біреу. Бұл жерде бұларды ертең алдағы уақытта құрылыстарда көбінесе жаңағындай сантехнический нелер жатқызуға да қолданылады, арасынан өткізуге. Екінші типі ол ребристый деп келеді. Ребристый ол бізде как покрытие ретінде қолданылады. Көбінесе жаңағындай ангарлар, строительный бір фермалар дейміз ба, не дейміз? Строительный объемдардың үстін жабуға болмаса нагрузка бермейді, өйткені ол жұқа болып келеді. Бірақ ол қазір бізде шығарылып жатпағандығы оны табу қиындау болады. Сол үшін осы қолданылады. Негізі мына жерде қарайтын болсаңыздар, бізде жобада мынау основной, мынау ортаңғы блок көтерілетін, как мансард сияқты. Мынау холдың үсті бізде ашық болады, второй свет, ал мына жер бізде бір қабат болып қалады. Болды, осы екінші қабаты жоқ бұның. Біз не үшін бұл жерге плита перекрытие жаптық? Себебі бізде мына жерде терраса болады, спальниден шығатын, қыздардың бөлмесінен шығатын терраса болады. Ары қарай бізде кровля жабылады, бір этаж осымен тоқтайды. Плита жабу себебіміз тапсырыс берушінің ойы алдағы уақытта өзгеріп, мынаның үстін толыққанда терраса қолданамыз деген сияқты жоспарлар өзгеріп жатса, кровляны ашады да, мынаның үстіне кішігірім аз-маз шығын шығарып, полноценный террасаға қолданып кетсе болады. Сол себепті. Ал бізде негізі полноценный кровля болып қалатын болса, бұл жерде жаңа ребристый қолдану керек еді. Біздің енді норматив бойынша, әңгімеміз бойынша. Сосын бізде үшінші типі бар, ол монолитный болады. Монолитный ол көп шығын талап етеді. И ол құрылыстың басында құрастырылады. И ол жерде уже нагрузкаға сенімді қарауға болады. Үстінде қанша нагрузка көп түскеніне байланысты, расчетқа байланысты, ішінде каркас тоғылып
жасалады. Ол біріншіден шығындырақ деп жатқанымыз, мынау плиталар жата алмайтын, плиталар жаба алмайтын кейбір жаңа архитектордың берген планировкадағы формасына байланысты 8-гранник, 6-гранник, овал, круглый формаларды, сондай сложный формаларды, второй светпен консольдерді, болмаса жаңағындай второй светтің айналасындағы перила тұратын біздің ашық тұрған периламыздың орындары кейде былай дизайнға байланысты круглый болып кетеді, ол уже ол плита шығара алмайтыны анық. Вот сол кезде бізді құтқаратын осы монолитный, дұрыс па? Одан кейін пролетқа да байланысты, мысалға біздегі қазір мынау советский плиталардың ең жаңағыдай ұзындығы жағынан қателеспесем 760 немесе 780 ба сондай болады. Мысалы кейбір пролеттар болуы мүмкін, одан да үлкендеу. Сондай объектілерде жаңағыдай монолитный не істеуге болады, перекрытие, и ол жерде уже усиленный ригельдер кететін болады, и сонымен бір тегіс құйып шығады. Так, сосын бізде көбінесе мынандай сұрақ болады. Бірінші этажды көтердік, плита жабылды, кладка кетті, екінші қабатты немен жабамыз деген сұрақтар болады. Негізі противопожарный норма бойынша и сейсмика бойынша ол жерге де плита жабылады негізі. Мысалы осы уақытқа дейін балкілер, кругляктар деген сияқтымен жабылып келді ғой. Ол бізде шығынды азайту мақсатында қолданылған. Жаңа черный потолок деп жатады, асарлатып ағайын туыс жолдастарды жинап, сол жерде жаңағындай черный потологын істеп, сол кездегі шығынмен есептейтін болсақ, мүмкін эконом болған шығар, бірақ қазір бүйтіп салыстырмалы түрде есептейтін болсақ, разница бар, бірақ анау айтқан көп шығын шықпайды. Өйткені оның үстінен бізде пеновата, экобетон деген сияқты қосымша утеплениеге жасалатын дүниелерді есептейтін болсақ, оның да расы болды, біраз жерге барып қалатын шығын, Так, біздегі мынау ашық тұрған монолитный участоктер туралы. Мына жерде қазір плита монтажы полный бітті. Көріп тұрсаңыздар, ашық тұрған яғни монолитный участоктардың орындары қалды. Одан кейін жандарына полный плитаның бос жерлердің барлығына сейсмопояс құятын боламыз. Ол жерде астын байқаған болсаңыздар, біз дополнительный пояс обвязки қойылған. Негізі полнотелый кірпіш болатын болса, норматив бойынша кірпіштің өзінің үстіне плита басып, одан кейін сейсмопояс құюға болады негізінде. Бірақ енді бұл жердегі тапсырыс берушінің несі бойынша, айтуы бойынша біз қосымша тағы да пояс обвязки құйып шықтық. Негізі стандартный кірпіштермен көтерілген кезде, так, мына жерде бізде перемешкенің үстінде тұр. Қай жерде көрсетсек болады, ашық тұрған. Примерно мына жерде келеді ғой, мынау. Мына жерде көрінеді екен, мынау. Бізде плита стандартный полнотелыйда кірпіштен кейін мына жерге шейін кірпіш өріліп, осының үстіне қойылады негізі норматив бойынша. Бізде қазір пояс обвязки құйып кеттік, дұрыс па? Пояс обвязки құйып кеттік, ол бізде тапсырыс берушінің талабы болды. Егер пояс обвязки қай кезде құйылады? Полторашка, полуторный дейміз ғой, кірпіштің пустотелый болған жағдайда қосымша усиление беріліп кетеді, соның үстіне барып кейін плита қойылады. Біздің ситуацияда осындай шешіммен тоқталып қазір жасалды. Мынау дутавр бізде ең объекттің ең бір қызық жері, ең бір сложный жері деп айтсақ болады. Екі қарап көріп тұрсаңыз, екі дутавр шығарғанбыз. Бұл дутавр не үшін керек? Бізде мына жерде балкон болады алдында. Одан кейін қазір астына түсіп, мына жақтағы бетонды да көрсетеміз. Закладнойлар тастап кеттік темірге. Ол жерден профиль шығарып, квадратный труба деп айтады халықтың арасында. Сол квадратный трубамен біз мына жерден жалпы металл конструкциямен біз каркас тоқып шығамыз. Мына жерде монолитный участогымыз бар. Одан кейін мына жақта дизайнерский решение, яғни ол жерде де примерно бір 15 градусқа жаңағыдай жатынғы квадратный трубаларымыз бар. Соларға біз закладнойына қалдырып кеттік. Мына жердегі монолитный участокты бұйырса сейсмопояспен бірге құйып кететін боламыз. Так, сосын жаңа сейсмопояс демекші, негізі бізде көбінесе халықтың арасында біздің пояс обвязки деп жатқанымызды сейсмопояс деп жатады. Сейсмопояс ол бізде осы барлық плита перекрытияны біріктіріп ұстап тұру мақсатында. Сейсма деп өзі айтып тұр, сейсмопояс ретінде құйылады. Көбінесе шатастыру болып жатады, енді бізде құрылыста жүрген кісілердің өзінің арасында айтылып кеткен сейсмопояс, бірақ ол бізде пояс обвязки, жаңа біздің айтып жатқан қай кезде құйылады, қай кезде құйылмайды деп жатқанымыз. Сосын мына жерде келетін болсақ, бізде жоба бойынша мынау холлда второй свет болады. Кровлямыз жатынға орналасады. Негізі алдында айтып кеткен сияқты бұл Эверест жобамыз өзі ат айтып тұрған сияқты формасы тауға ұқсайды.
и кішкене формасының қисықтығына, кровляның екі уровеньді болып, мынандай екі жақта екі жаппалы болып тұрғанына байланысты сложностьтар бар. Біраз алдағы уақытта көресіздер, ол өзімізді қазір кішкене ойландырып жатыр. Кішкене өзімізге тастаған вызов болып тұр бұл. Көреміз алдағы уақытта жобадан барынша айнымай, өйткені қазір біз материалдар есептеп жатырмыз. Бұл жерде бізге ғана байланысты дүние жоқ. Бұл жерде тапсырыс берушінің материалдық жағдайына да, ол кісі қай жерге шейін бара алады, соған да қатты байланысты. Соған байланысты ол жаңа HPL қолданыла ма, композитный панельдерден жаңағындай алюстар деген, алюкабонд деген сияқты ол қазір талқыланып жатыр. Жалпы оны айтып жатқан себебіміз біздегі тура мынау второй светтің үсті былай қисық болып жабылады. Ол қисықтық жаңа Рәкең айтып кеткен сияқты алдындағы туықтабыркілерді шығару, оның барлығы форма енді қазір сөзбен айтып жеткізу қиындау. Жобада да ол қатты көріне бермейді. Құрылыстың барысында шығады, ертең әжептәуір градусқа ойнайтын жерлер бар алдында. Қызықтың бәрі алдында, себебі бізге кірген кезде жобада основной көзге түсетін осы алдыңғы фасад. Мына арт жақтарды біз барынша формасын қиындатпай, терезелерді панорамный қылмай, шығынды азайтып, и жаңа тапсырыс берушінің қалтасына да ауыр тимейтіндей қылып жобаны жасадық. Себебі біздің үйді айналып өтетіндей территория аздау, көзге түсетін алдыңғы фасад болған екен, акценттің бәрі бізде алдыңғы фасадта болды. Так, бұдан кейін мына дутавр бойынша тағы бір қосымша ақпарат айтып өтейік. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, ригельдің несі келген бізде, бетоны және арматурасы. Мына жақта яғни противовес болу үшін біз ішке кіргізіп, және де бұл дултавырдан ригельдің арматураларына бұл усиление беріп істеп кеттік сваркамен. Және бетонын біз силикон болып кетік. Одан бөлек тағы да мына плитаның деңгейімен бірдей болып, жаңағыдай сейсмопоясымыз құйылатын болады. Бұл жерге бөлек каркас тоқылады, тағы да усиление істейміз. И бұның үстінен қосымша бізде кірпіш түседі. Қосымша кладка жүреді. Біздегі үйдің каркасымен бірге бір тело, яғни бір дене болып тұру мақсатында бұның барлығы біріктіріп жасалды, усилениемен қосымша. Бізде қазір бірінші қабаттамыз. Бірінші қабатта Рәке, жалпы проемдарға қатысты біздің черновой высота, полдан потолокқа дейінгі высота туралы ақпарат беріп жүрсеңіз. Так, бізде 3/60 болды, 3600 мм. Бұл жерде ертең бізде примерно бір 9-10 сантиметр астындағы стяжка кететін болады. Одан кейін таза и потологымыз түседі. Ол возможно гипсокартон болады. Енді кейбір объектілерді натяжноймен түсіріп жатады. Егер вентиляция жұмыстары жүретін болса, жаңа турбалары деген каналдары, ол кезде енді высота примерно 25-30 сантиметрге дейін түсіп кетуі мүмкін. Вентиляция демекші, бұл вентиляция мәселесін біз бөлек тақырып арнаймыз бұған. Себебі қазір бізде осыны есептеу жұмыстары жүріп жатыр. Оған бөлек тоқталамыз. Өйткені вентиляция деген дүние біздің именно осы қазақ бауырларымыз деп айтайықшы, көп кісілер бізге көзге көрінбейтін нәрсеге ақша төлемейміз ғой. Вентиляция ол ауаға ақша төлегісі келмейді. Сол себепті ол нәрсеге көбінесе немқұрайлы қарайды. Ал қазіргі қолданылып жатқан материалдардың көбісі недіңшіші болғаннан кейін давлениесі көтеріліп жатады, теплый полдың ыстығы бар көтерілетін. Оның барлығының шешімі негізі вентиляция, ауаның дұрыс айналуы. Сол себепті бұған біз арнайы тақырыппен бөлсеміз сіздермен. Сол этапқа келген кезде жібере алмаңыздар. И сол этапқа келген кезде нақты қандай тақырыптарды, нақты қандай сұрақтарды ашып жауап беріп өтейік. Сіздер жазып өтіңіздер, біз міндетті түрде оған тоқталатын боламыз. Рәке, ары қарай. Одан кейін мына жерде есіктерді қарайтын болсақ, бізде есіктердің биіктігі 2,5 метр қалдырдық. Бізде екі заказчиктің айтуы 2/30 есіктер түседі бұл жерде. Заказной кетеді. Заказной кетеді есіктер. Бірақ қазір уже стандарт есіктерде шығып жатыр. Себебі бұрындағыдай полдан потолокқа дейінгі высота 2,80, 2,90 емес, уже кемі 3,20, 3,30 болып жатқаннан кейін біздің стандарт 2/10 есіктеріміздің стандарты өзгеріп жатыр, жоғарылап жатыр. Қазір бір максимум бір 2-3 жылда шығар, максимум бір мүмкін 5 жылда айта берейікші. Ол кезде уже біздің қазіргі стандарт деп жүргендеріміз уже заказной болып қалады ғой. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе бұл жердегі
биіктік мәселесінде жаңағыдай сіз егер 2-де 30-дық есік қоятын болсаңыз, обязательно бір 15-20 сантиметр запас тастап кеткен дұрыс. Өйткені бұл жерде яғни бетон құйылып жатыр, үстінен нагрузка беріліп жатыр. Чем нені көтергеннен гөрі, өйткені уже көтеруге возможность болмайды бізде. Перемешкін көтеруге возможность болмайды. Ал түсіре салу оны гипсокартонмен, болмаса тағы бір басқа материалдармен қиындық тудырмайды, түсіруге возможность бар. Мысалға, болуы мүмкін басында 2-де 20-лық есіктер қоямыз, одан кейін жұмыстың несінде маған биіктеу есік керек екен, мен 2-де 40-ты қоям десе, уже 20 сантиметр сіз уже перемешкін бұза алмайсыз ол жерде. Сол моментті жақсылап ескеру керек. Одан кейін проемдарға келетін болсақ, бізде 1 метрлік проемдар тасталды. Межкомнатный залда 1,5 метр болады. Бұған яғни 90-дық есіктер қойылатын болады. Бұл жерде де яғни запас қалады. Ал не біздің санузел, гардеробный деген сияқты қосымша бөлмелерге? Оларға 90-дық проем қалдырамыз, ол жерге 80-дік есіктер қойылады. 90-дық проем, 80-дік есіктер қойылады. Жақсы, ол енді көбінесе енді ішкі дизайнға байланысты шешіледі, ол жаңағы скрытый есіктер болады. Скрытый есіктер болады. Жақсы. Айтып өттік, закладной қалдырып кеттік деп. Закладнойға 8-ка лист тастадық, және де 18-дік арматурамен бетонға усиление бердік. Былайша айтқан кезде сварка жасап, бетон құйылып жатқан кезде бірге закладной тастап кеттік. Осының ішінде қалды. Ішінде қалды, Усилениесі. Получается, мына жерде бізде 40 сантиметрге дейін яғни арматура бар да. И плюс бұл жерде тағы да жаңағыдай пояс обвязкидің бөлек арматура. Металл негізі көрінбей тұр, примерно мынауға шағы мына жермен. 1,5 метр. 1,5 метр осы. 1,5 метр. Бұл жерде бізде 4 стойка бар. Бұл 4 стойкаге бізде жоғарыдағы айтқан монолиттің нагрузкасы түсетін болады. Астана нагрузканы осы ұстайды? Екінші этажы уже декоративный болып кетеді. Ода қатты нагрузка жоқ. Ол осының продолжениесі дизайнерский шешімді жалғастыру мақсатында жасалды. Сосын бізде тағы бір закладной. Бұл жерде де бізде закладнойлар тастап кеттік. Тура анадағы сияқты 8-дік толщина 8-ка. Одан кейін размері 30-ға 1,5-нан 4,5 метрге. Бұл жерде бізде жаңағыдай айтқан градусный нелер түсетін болады, профильдеріміз, квадратный турбаларымыз. Ол примерно бір 15 градусқа былай қарай шалқайып орналасқан. Енді бұл жердегі біздегі ол как ламели сияқты болады, жалюзи есебінде болады. Оны жасау себебіміз қазір мынау өздеріңіз бізге қарап тұрған камера тұрған бетте бұл бізде кухнядан шығатын, террасаға шығатын біздің осы алаңша, терраса болатын болса, үсті жабылады, алды ашық тұрады. Бізде ауа айналым, яғни циркуляция отырған кісілерге де ыңғайлы, жайлы болу үшін, дискомфорт болмас үшін біз мынау бетті жалюзи қалдырып кеттік. Ол біріншіден сұлулық жағынан, фасад бойынша дизайнерский шешім, екіншіден отырған кісілерге де ыңғайлы болу мақсатында. Бұл жерде де бізде мынау кірпіш стена жақтан 1 квадратный турба, және де примерно осы жердегі 1 квадратный турбамыз, бұл да несущий. Оның да несущий конструкцияға қатысы бар. Ортасындағылар ол декорация. Ортасындағы декорация. И жаңағыдай мына жердегі видеода да көрінуі мүмкін. Қисықты ойлап қалмаңыздар, бұлар не бетонның бәрін қисық құйып жатыр ма деп. Бұл жерде бізде жоба бойынша осылай бетонымыз жобаланған. Сол үшін қисық құйылды. Мұны мен не үшін олай істегенін білмеймін, ол архитектордың шешімі десең. Жаңағы айтып жатқан қисық террасамыз бұл жерден көрінуге болады. Үйдің фасадымен параллельно жатпағаны көрініп тұр, қисық болып тұрған. Бұл біздің жобамыздың өзінің аты айтып тұрған сияқты Эверест. Эверест ол біздегі тау ең биік шың болғандықтан, таудың формасы бізде бір типті, бір линияда параллельно болмайды. Сол себепті сол таудың формасын осы біздің фасадта да, біздің террасамыздың бөлігінде де көрсетуге тырыстық. Енді барынша біткен кезде ол сұлулық, ол бейне толыққанда біткен кезде ғана барып шығады. Құдай қаласа сол этапқа бірге жетейік. Раке, жалпы біз цокольный қабат құйылып жатқан кезде ақпаратпен бір бөлістік. Одан кейін бірінші этаж, қазір бірінші этаждың плита перекрытиясы, екінші қабаттың басталуы деген сияқты бұл жаққа әлі түспедік. Сол себепті осы жер цокольный қабат туралы жасалған жұмыстар қазіргі не күтіп тұр бізді, қандай высоталар сақталды, стяжкаға қатысты ақпараттармен бөлісіп жіберсек. Бізде цокольный этаж полный перегородкаға дайын болып тұр. Біз өткен алдыңғы видеоларда айтып өттік қой. Перегородкалардың астына өзіне бөлек подушка құямыз деп. Оны жерден бастап алып келудің қажеті жоқ. Усиление жасап деген сияқты. Өзіне және сеткообразный қылып арматура тастап, примерно 50-ге 25 сантиметр қылып істеп шықтық перегородканың нелерін, және подушкаларын. Одан бөлек, мына жерде қарасаңыздар, барлық жерге стяжка құйылған, бірақ мына бір бөлікке стяжка құйылмаған. Неге? Өйткені ертең лестница құйылатын кезде бұның астына, именно лестницаның астына бөлек өзіне подушка құятын боламыз. Содан кейін барып біз черновой стяжкамызды құйып шығамыз. Ал бізде қазір лестничный проемның орны
основной жарық осы жерден естественно освещение қазір түсіп тұр. Сіздерге дұрыс көріну үшін біз ар жақтарда емес, осы жерде тұрып түсіріп жатырмыз. Себебі камераға түсіріп тұрған Бекзат сөйтіп айтты бізге, осы жерден дұрыс алынады деп. Мынау қазір көріп тұрған жерде Рәкең айтып жатқан, ертең лестницаның қосымша конструкциясына байланысты жасалатын дүниелердің барлығына свободно толық орын қалдырып кеттік қазір. Қазам десе де, осы жерге қосымша жұмыс жасаймын десе де, осы жер ғана қалды. Қалған жердің барлығы бізде стяжкалар подушканың бетімен бірдей болып құйылды. Ол бізде ішкі естественный жаңағы чистовой высотаны барынша жоғарылату мақсатында. Қазір қанша қалып тұр бізде? Қазір 2,95 өзі проектте берілген высотаны біз ұстап тұрмыз. Ертең чистовой стяжка құйылғаннан кейін примерно плюс-минус 10 сантиметр жоғалтуымыз мүмкін. Ол чистовой стяжка не үшін? Бізде мына жердің бәрі полный теплый пол болады, және водопроводтың турбалары болады деген сияқты, және отопленияның соның барлығын полный жауып кетеміз. Бізде бұл жерде цокольный қабатта детский игровой зона, жаздың күні демалатын комната отдыха, кабинет, тренажерный, кладовка, қосымша сыртқа қарай шығып кететін практика арқылы оны алдағы уақытта біткен кезде көрсетеміз. Бізде мынау основной лестничный клеткадан түсетін доступ болатын болса, сырт жақтан черный вход дейміз ғой, біз енді қосымша вход кіріс бар, сырт жақтан кіретін есік бар. Сол есіктің тұсына біз стиралка, прачка деген сияқты бөлмені сол жерге қалдырамыз. Ол есік бізде үйдің основной үймен арт жақта хозблоктың ортасында 3 метр расстояние бар. Сол алаңшаға шығады. Ол жер бізде основной парадный вход жақтан кірген кісілерге көрінбейді. Сол себепті ертең үйдің кір жаю болсын, басқа болсын, қосымша тірліктер істелген кезде ол жақ көрінбейді, ешқандай дискомфорт тудырмайды былайша айтқан кезде. Мынау шашылып жатқан не заттар мынау қазір ыңғайсыз болды, көріп жатқан кісілерден ұят болды. Неге шашылып жатыр мыналар? Не деген құрылыс? Бұл бізге перегородка керек кірпіштерді цокольный этажға түсіріп алдық. Біз перегородка деп айтып жатырмыз ғой. Бізде көп жағдайда бұл нәрсені именно перегородкілерді, жаңағыдай несущий способность жоқ, тек қана бөлмелерді бөлуге арналған жаңағыдай стеналарды 38 сантиметр, яғни 1,5 қыш. 1,5 қышқа расчет алып кетеді. Бір қышқа расчет алып кетеді. Ол нәрсе бізге керек емес. Ол бетонда шығын болады, жұмыс ақысында шығын болады. Одан кейін площадьта жоғалтамыз, кірпіштің өзінде шығын болады. Сол үшін бізде бұл жердегі бөлінетін бөлмелердің барлығын жарты қышпен, яғни міне жарты қышпен тура осылай бөлінетін болады. Олай болып қалады ма? Иә, осылай бөлінеді. Мынау уже бізде өзімізге керекті полезный площадь болып қалатын болады. Ақпарат осы, сіздермен бөлісетін. Бізбен бірге болыңыздар. Ары қарай қызықтың бәрі алда әлі. Сіздерге ғана емес, біздің өзімізге де қызық болып тұр. Бұл үйдің сыртқы фасады, алдыңғы қасбеті қалай шығатынында. Сол себепті сол күнге, сол этапқа бірге жетейік.